Абай өзінің біраз сөз қазақтың түбі қайдан шыққаны туралы атты еңбегінде жошының Сибан яки Шибан деген баласының тұқымынан бір белгілі Шайбақ деген хан шығып, Әмір Темір тұқымынан Хират, Бұқар, Самарқан шаһарларын тартып алып жүргенде біздің қазақ бір өзбек жұртымен аталас едік, және де Шығыс хан тірі күнінде бізді жошыға тапсырып еді. Сарт садағам, өзбек өз ағам деп Шайбаққа қарап кетіпті деген дерек келтіреді. Мұнда Шайбақ хан деп отырғанымыз Шайбани хан. Жошының ұлы Шибаннан тарайтын Әбілқайырдың немересі Қасым ханның туған бөлесі Мұхаммед Шайбани хан. Әмір Темір немересі Ұлықбектің қыздары Ақ көзі бегім мен Жаған бегімнен туған. Шайбани әулетінің негізін қалаушы көрнекті ақын әрі заманның имамы һәм халифасы атағын иемденген саяси тұлға 1451 жылы дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылып, атасы Әбілқайыр ханның қамқорлығында өскен. Сол үшін қазақтар Әмір Темір ұрпағына болыспай, өзбек өз ағам, сарт садағам деп Мұхаммед Шайбани ханға болысқан. Бірақ 1508-1509 жылдары қазақ жеріне шабуыл жасап, бөлесі Қасым ханнан оңбай жеңіледі. Ол Шыңғыс ханның немересі Шайбаннан өрбеген ұрпағы болатын. Сондықтан ол Темір әулетін билікті заңсыз тартып алуға әулет деп санады. Негізі Шыңғыс хан мен Әмір Темір туыс, екеуі де Түмене ханнан тарайды. Түмене ханның Қабыл Қажулы деген егіз баласынан Шыңғыс хан Хабылдан, Әмір Темір Қажулыдан тарайды. Өзбектер ұлтының қалыптасуы ұзаққа созылды. Оның құрамы үлкен 3 топқа бөлінді. Бірінші топ көгалды алаптардағы отырықшы халықтар арасындағы негізгі халық. Бұлардың басты белгілері ру мен тайпаға бөлінбейді. Суармалы егіншілікпен, қол өнермен, саудамен шұғылданады. Қалалар мен ірі қыстақтарда тұрады. Өзбектердің бұл тобы Ташкенттің көгалды алқабы мен Ферғана алқабында мекендеген. Олар өзбек халқының қалыптасуына көшпелі өзбек пен өзге де көшпелі тайпаларының отырықшылануына ықпал жасады. Екінші топ Мауреннахрға Моңғол дәуіріне дейін және Шыңғыс хан заманында ауып келген түркі моңғол тайпаларының ұрпақтары. Қарлұқ, Барлас, Қалатай, Моңғол тағы басқа. Бұлар отырықшы халыққа сіңіскен жоқ. Жартылай көшпелі өмір сүріп, ру, тайпалық дәстүрлерін сақтап қалды. Олардың көпшілігі өздерін түрікпіз деп атады. Үшінші топ 15 ғасырдың аяғында Дешті Қыпшақтан ауған өзбек тайпаларының ұрпағы. Өзбек атауы осы тайпалармен бірге келді. Бұл тайпалар шежіре деректерінде 92 баулы өзбек деп аталады. Бұлардың көпшілігі орта ғасырларда әбден белгілі болған Қыпшақ, Найман, Жалайыр, Қаңлы, Қытай, Хитай, Қоңырат, Маңғыт, Дүрмен, Қатаған, Қырық, Сарай, Кенегис, Қият, Құтты, Ұйғыр тағы басқа тайпалар мен халықтар еді. Өзбектердің этнографиялық қалыптасуына әсіресе Хорезмде оғыздар да қатысты. 16 ғасырда Бұхар хандығы, Хиуа хандығы, 18 ғасырдың бас кезінде Қоқан хандығының құрылуы өзбектердің ұлт ретінде қалыптасуын ұзақ уақыт тежеді. Олар тек 20 ғасырда кеңес өкіметі тұсында ғана ұлт ретінде қалыптасты.
оқыған Ақмарал Жұбаниязова.